Адам адамға ұқсамайтынын, әрбір адам әртүрлі екенін бәріміз білеміз әрине. Бірақ бір адамның бойында көптеген түрлі қылықтар, көңіл-күй мен сенімдер де бар. Сол қылықтар, әртүрлі көңіл-күй мен сенімдер кейде бір-бірімен үйлесіп жатса, кейде үйлеспек түгілі қарама-қайшы келіп жататын жағдайлар да ұшан теңіз. Міне, бұл құбылысты психология тілімен айтқанда тұлғалық ішкі конфликт деп атайды. Яғни адамның ішкі жан дүниесінде аққу шортан һәм шаян деген өлең жолдарындағыдай қарама-қайшылық, түсініспеушілік орнап жатады деген сөз. Бұл дегеніңіз адамның психикасының ішіндегі субтұлғалардың арасындағы конфликт. Сонымен субтұлға деген не? Субтұлға деген адамның өсіп келе жатқан әртүрлі кезеңдерінде, өмірінде орын алған оқиғалар мен қоршаған ортаға бейімделу барысында пайда болған белгілі бір қылық пен эмоциядан, сенімнен тұратын психоэмоционалды ақпараттық құрылым. Енді бұны мысалдармен түсіндірсек. Мәселен, кішкентай кезінде баланың суретке салуға деген құштарлығы болуы мүмкін. Талпынып, сурет салып, ата-анасына қуанышымен бөлісуге келген баланы алайық. Егер ата-анасынан мақтау мен қолдау тапса, баланың психикасында мен жақсы сурет саламын және маған сурет салуға болады деген түсінік, сенім пайда болады. Яғни сол сәтте бұл баланың психикасы түзген субтұлға өзін сурет сала алатынына сенімді және сурет сала алатынын қолдайды, мақұлдайды. Болашақта бұл бала өзіне сенімі мол болғандығының арқасында көптеген жетістіктерге жетеді. Тағы да айта кететіні, осы баланың психикасында өзін-өзі қолдай білетін субтұлға пайда болу үшін осындай жағдайлар, яғни ата-анасынан қолдау тапқан сәттер көп болған сайын, бұндай субтұлғаның да беріктігі мықты болады. Яғни ол үнемі оны қолдап тұратын жан дүниесіндегі бір күшке айналады бұл субтұлға. Екінші жағдайды алайық. Дәл осындай бала сурет салуға талпынысы мықты, суретін салып, ата-анасына әкеп көрсеткен кезде ол қолдаудан гөрі керісінше аяқтан шалу мен қанатын қиюға тап болады. Ата-анасы балаға: "Мына салған суретің немене? Қолыңнан түк келмейді ғой, айналайын, салмай-ақ қойшы" деуі мүмкін. Және де бұндай жағдайлар көп қайталана беретін болса, баланың психикасында менің қолымнан сурет салу келмейді, және де тіпті тырыспағаным жөн. Сурет салатын болсам, елге күлкіге қаламын деген түсінік пайда болады. Алайда оның жан дүниесі сурет салуды қалап тұр, және де оның қолынан мықты сурет салуда келуі мүмкін. Бірақ ортасында қолдау таппаған баланың психикасында осындай субтұлға түзілгендіктен, ол болашақта жалпы сурет салуда жолы болуының екіталай екені анық деп бұрын айтуға болатын еді. Бірақ дәл қазіргі заманда психологияның өте жақсы дамыған кезеңінде, әртүрлі әдістердің дамыған кезеңінде бұл мәселені шешуге болады. Және бұнымен айналысатын ілімнің атауы психосинтез. Психосинтездің негізгі мақсаты осындай көптеген тұлғаның ішіндегі субтұлғаларды алдымен анықтап, және де оларды бір ауызбіршілікке шақыру, өзара татуластырып, адамды жалпы бақытты ету. Субтұлғалардың түзілуіндегі бір ерекшелік бар. Ол алғаш түзілген сәтте, жалпы адамның жан дүниесіне енген сәтте, оны адам негізі байқамайтын болады. Яғни ол адамның психикасында қалай көрініс табады? Ол үнемі адамның ойында бітпейтін диалог ретінде көрінуі мүмкін. Адамның бойында, яғни психикасында біреу ғана емес, бірнеше ондаған субтұлғалар болуы мүмкін ғой.
солар өзара үнемі тілдесіп жатады. Адамның ойында үнемі іштей талас тартыс, дебаты өтуі мүмкін. Бірақ адам ол дауыстарды аңғармайды, естімейді. Тек қана ол сезім ретінде, адамның бойында эмоция ретінде білінуі мүмкін. Сондықтан әрбір адамның мақсаты осы өзінің психикасында кезінде түзілген сұп тұлғаларды анықтап, соларды бір тәртіпке келтіру. Және де бір ерекшелігі бар, бұл адамның жан дүниесінің. Адам қалаған жаңа сұп тұлғаны өзінің психикасында түзе алады. Яғни бұған дейін өзін үнемі даттап, қанатын қиып отыратын адам шын мәнісінде қаласа, өзіне өзі көмек бере алатындай деңгейге жете алады. Ол үшін әрине еңбек ету керек. Алдымен өзінің жан дүниесінде не болып жатыр, қандай талас тартыс, қандай пікір алмасу болып жатыр, соны байқау керек. Яғни өз ойларын адам міндетті түрде бақылау керек. Екіншіден, өзін қолдайтын жағымды пікірлер, жағымды өмірден мысалдар іздеу керек. Мысалы, адамда өзі жақсы көретін бір фильмі болуы мүмкін. Сондағы басты кейіпкер қандай қиындықтар болса да, сол қиындықтардан абыроймен өтіп, қиналған кезде өзін қолдай білетін сәттерді көріп, өзін сол адам ретінде елестетуі мүмкін. Және де сол елестету арқылы ол өзінің психикасында жаңа өзін өзі қолдай білетін сұп тұлғаны түзеді. Сондықтан да өмірден жақсы, үлгілі мысалдарды іздеу өте маңызды. Жалпы бақытты боламын десең, жетістікке жетемін десең, тек жақсыны іздеп, тек жақсыны қарауға, көруге талпыну керек адам.